Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дәрізере, менің анама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоменде влог болады. Бұл влог атын көріп тұрғандарыңыздай әпкеммен болады. Менің әпкем Тараз қаласынан келді, сондықтан да бұл влогты мен әпкеммен қыдырғаным жайлы көрсеткен болатынмын. Достар, біз Марвинаны күшті зат сатып алдық. И оны сіздерге келесі видеода көресін боласыздар. Міндетті түрде көріңіздер, және де лайк басып қойыңыздар. О май гаш, мен жерге қарап жүрген жоқпын, только былай биікке төбеге қарап. Достар, енді дәмін көріп сіздерге оценивать етеміз. Біз Золотое яблокоға келдік. Менің көптен көп күтіп жүрген жеріме. Біздің екі бургеріміз. Биіктен өте қалған 8-ші этаж, 8-ші этаж болғанмен әрқайсының ұзын, қараңыздар, мына жердегі кадрларды көрдіңіздер деген ойдамын. Сол кадрларды, ол кадрлар өте мощный, күшті болып шықты. Себебі бұл влог менде өте қызық. Сондықтан да видео бастамас бұрын лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де менің келесі видеоларымды жоғалтып алмас үшін, ең бірінші көру үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Всем приятного просмотра. Біз бара жатырмыз. Қазір енді остановкаға барып автобус күтетін боламыз. Автобусқа міндік. Бір сағат отырамыз. Все, міне Мегаға келдік. Золотое яблокоға келдік. Менің көптен көп күтіп жүрген жеріме. Енді осы жерден қазір заттар көретін боламыз. Достар, қараңыздар. Күштінің сап-сары балықтар бар. Ал мына жақта бізде көк түсті уже балықтар. Не бар еді, мультик сол сияқты балықтар. Қараңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі күшті екен. Вот. Дальше бізде простой осындай жасыл түсті балықтар. Мен iPhone қарап жүрмін. Қадайға сағат жүрім туған күніме. Вот, қараңдар. Розы болып тұр, прям. Күшті, қараңдар. Мені осы қарауға болады екен. Мана неге iPhone 15 Plus басқаша болады, соны түсінбедім. Қазір көретін боламыз. Ана iPhone iSpace'ке кіріп, сәл армандап қайттым десең. Мен де армандап қайттым. Скоро Қытай қаласы 13-ке толған кезінде iPhone 15 ұстаймын ба деп жүрмін десең, розовый алып келіп жүр. Еще маған 128 емес 256 гигабайт керек. Өйткені мен 128 гигабайт менде дымға жетпейді. Еще сіздерге видео түсіргеннен кейін бұл өте қиын болады. Сондықтан да мені қолдап комментарий жазып кетіңіздер. iPhone ал деп көреміз достар. Вот, енді біз Меганы аралап жүрміз. Қазір фудкортқа барайын деп ойлап тұрмыз. Хардистан екі заказ бердік, сет заказ бердік. Енді қазір осы жерде отырып Хардистан, күтетін боламыз. Не алдылық. Барлық жерді аралап жүрдік. Енді қазір екеміз отырмыз. Деп отырмыз. Мынандай, бар. Достар, вот, біздің екі бургеріміз, екі фриміз. Мынау менің соусым, мынау Ұлжандікі, сосын мынандай пепси. Сосын мінекей Хардистан заказ бердік. Біз тамам жеп болдық. Ішімізге әрең сыйдырдық. Енді мына Қазақ Репабликке кіріп көрейін деп жатырмыз заттар. Біз Марвинда жүрміз. Соған бір видео түсіруге іздеп жүрміз. Бір затты, келесі видеоларынан көресіздер. Мынаны көрген шығарсыздар. Дубайдан осындай жегеміз. Мамалар алып келген. Өте дәмді екен. Вот, енді қазір іздеп жүрміз. Мына жер күшті екен. Қараңыздар, мұнда даже Мистер Бистің шоколадтары бар. Біз мынандай алғымыз келіп, ойын ойнағымыз келіп тұр, бірақ бағасы удай.
Dostlar, короче, biz Marvin'den kuştu zat satып алдық. И оны сіздерге келесі видеода көресін боласыздар. Я міндетті түрде көріңіздер және лайк баспаны көріңіздер. Иә, бүгін үйге барып соны түсіретін боламыз. Вообще күшті идея болды. Ал сіздер бактус қолын үйге шығармай кеттім десеңіздер, мен бір-екі затты күтіп жүрмін, заказ бергенмін. Сондықтан да уайымдамаңыз достар, ондай видео шығады. Ұлжан екеуміз осындай заказ бердік. Ұлжан осындай bubble tea, мен мороженое, киндер деген мороженое екен. Өте күшті, маған ұнап тұр. Мен розовый түс болып тұрмын бүгіндікке, ал Ұлжан сары түс қараңыздар. Мынау да бәрі сары Ұлжанда. Вот, енді екеумізге ас болсын. Biz arada жүрміз, просто қарап жүрміз. Қараңыздар. Жүрміз. Қараңдар, маған осы мороженое ұнап қалды. Достар, сағат уже 1 болды. Біз просто баян қарап жүрміз. И бізге экспоға бару керекті. Біз басқа басына кетіп қаламыз, ал бізге аяғына бару керек. Сол енді бұнау мега өте үлкен. Бірақ енді барынша соңына шейін баруға тырысатын боламыз. Қазір бізде сағат айтайын қанша метр екенімізді көретін боламыз. Сағат 2-ден 10 кетті. Біз примерно 2-ден 5 кеткен кезде шықтық. Вот 5 минут жүріп келе жатырмыз. Бізге, короче, тоқтамай жүру керек, ештеңе қарамай кірмеу керек. А то біз қазір қайтадан экспоға барамыз дейміз. Сіз любой бірдеңе кіріміз. Вау, күшті ғой, давайте кіріп көрейік деп. Сөйтіп уақытымыз кетіреді достар. Вот, енді вообще тоқтамай баратын боламыз. Короче, вот. Экспоға. Біздер, короче, сағат уже 22 кетті. Біз 12 минутта жеттік. Негізі жетуші едік. Біз просто технодомға кіріп, сәл бірдеңе қарап қалдық, короче. Бір достар, короче, жаңбыр сәл себелеп тұр. Қазір біз экспоға кіретін боламыз. Күшті фото-видеоға түсіп алдық. Енді осының үшін көремін дейді. Ұлжан, мен уже көріп қойдым, бірақ осының үшін кіретін боламыз. Достар, біз ана жерден кіруге болмайды екен. Сосын бүкіл экспоның сыртын айналып мынандай көрдіңдер. Үстіміз уже сусу болып жатыр. Таппай жүрміз, короче. И қазір кіретін боламыз. Уже примерно тауып қалдық. Келдік. Қазір ішіндегі ең ерекше детальдарын көрсететін боламыз. Кіре салып осындай жер. Кәдімгі обычный. Енді Ұлжан осы жерді бірінші рет көрген деп тұр. Мен екінші рет көрген деп тұрмын, достар. Қараңыздар. Достар, короче, мен әзірге фотоға түсетін болам. И мен ана жерден шығамын. Давайте, кім боламыз? Давайте какой-то бір странный нано-дәрігер дейді. Мен не істеймін? Басқа адам бар. Қақтан көресің? Төбеден шығады. Жерден көрсететін. Кәні? Тұрғай төбесінде. Тұрыш. Еще бұлай істеші бұлай камера. Болды, ауыз кетті болды. Күшті болды, ебірі? Мені, давай. Давай сен ма? Короче, бізге қазір. Яқа фотоға түсіресің, өзің түсіресің, маяқтан шығасың. Мен бағана ана ең үлкен жерден шықтым. Давай шығамыз. Артысың. Готово. Я принимаю. И хопа-на, Мана? Қайсы? Вот. Смотрите, я. Сосын жаққа келейін. Үші мұнан қалай жасалғанын жүрдік. Бірінші шақ, екінші шақ деп 6 заттың түсетін шығады екен. Найзағай сияқты, иә? Мынандай қалалар, короче, осындай бар екен. Астана ма? Вроде Астана деп қойдым. Иә, жоқ. Иә, Астана көпір ғой. Левый берег, правый берег деген. Типа әдемірек кейін өскенде қалай болатыны, болашақта қалай болатынын көрсетіп қойған. Вот, енді давайте екінші этажға көтерілейік. Сіздерге көрсете кетейік, әр этажда қандай заттар бар екен. Бірінші 8 этаж. Біз бірінші этажында ұлттық павильон, екінші этажында су энергиясы. Су энергиясына қазір лифт арқылы көтерілеміз. Лифт вообще алыста болғандықтан біз айналып бармай-ақ қояйық деп жедел сатымен, короче, келдік су энергиясына. Расқараша кеттік уже. Екінші этажға көтерілгеннің өзі аралары жесткий. Алыс. Үйдегі су доғалдар дейді.
Достар, короче, мен биттен өте қатты оқамын. 8-ші этаж, 8-ші этаж болғанмен әрқайсысының ұзын, короче, мен достар, мен астына қарай алмай жүрмін. Мына келгенмін, өйткені ұлжанды достар, о май гаш, мен жерге қарап жүрген жоқпын, только былай биттікке төбеге қарап. Қайда спокойно жүрсің ғой, мен асты бәше жүрмей жүрмін, достар. Қараңыздар. Мама, Ұлжан, қорқамын. Короче, біз дәл ортасымен өтетін боламыз, Ұлжан екеуміз. Не, мына жақтан. Ей, сен неге қарап тұрсың? Мен де қарап тұрмын, негізі, достар. Вау. Мына бізде Астана. Негізі тағы да басқа да новый заттар ашылған. Бірақ бұл 2017 жылы ашылғандықтан, бұған уже қанша жыл болды деп ойлайсыздар? Қазір есептей алайын, 4-7 жыл болған уже ойлаңыздар. Қазір мына жерден біз телескоппен өз үйімізді қарай аламыз. Достар, біз бағана шыныдан жүргенде біз 100 метр биіктікте жүріппіз. Ол бәйтеректен дейді, ойлаңыздар. Достар. Күшті? Бірінші біз маған ең қатты ұнағаны біз 7-ші, 8-ші, 1-ші, 2-ші этаждарды көрдік. Маған ең қатты ұнағаны осы 7-ші этаж. Ал 8-ші этажда Енді әлі көрмедіңдер? бәрі көргеннен сіздерге айта жатамыз тағы. Короче, біз жүрміз. Негізі біз алдыңғы жылы осының ішіне кіргенбіз. Оның ішінде, короче, вообще күшті болған. Динозаврлар қалай пайда болғаны, типа айналып, анау күнше күшті болған еді. Енді жауып қойыпты ол жерді. Жұмыс істемейді дейді. Осылай жүрміз. Достар, короче, біз 1 сағат бойы остановканы іздедік. Сосын жүре маған Ұлжан. Ішім, короче, жолдың бәрін кесіп, әрең жүрдік, короче. Шошып кеттік. Қазір енді автобусқа отырдық, енді мешітке баратын боламыз. Қазір бізде сағат уже 6:44 кетті. Біз қазір ғана мешіттен шықтық. Қазір ғана емес, негізі бағана шыққанбыз, автобус күтіп отырғанбыз. Енді ғана автобус келді. Енді қазір үйге қайтатын боламыз. Достар, короче, біз автобустамыз, Ұлжан екеуміз. Біз шаршадық. Достар, короче, біз үйдегілерге смолдан осындай заттар алам деді. Ұлжан, вот осындай бізде йогурт, көптебек, 2 сырок екеумізге бар. Өйткені, бұрайтсына бәрімізге. Өйткені Ұлжанға сырок ұнайды екен, сосын өзіне алып жатыр, и маған да алып бере салды. Вот, енді кассаға барамыз. Қазір ғана мен үйге келдім, уже сағат 8:30 болды. Қазір мен шомылып алатын боламын. Өйткені бүгіндікке өте қатты шаршадым. Таңертең сағат соқта біз 11:30-да болдық, ал 11:30-нан осы 8:30-ға шейін қанша уақыттар өтті. Енді қазір шомылып алатын боламыз. Мінекей, Қазына бүгін базарға барып осындай не алыпты, зонтик и аяқ киім алыпты. Қаны көрсетсең? Аты қандай бұның? Мынаның аты не? Зонтик. София де. Зонтик София, иә? Мындай ысқырықшылар екен. Вот. Бүгін жамыр жауған кезде как раз қазыналар осыны пайдаланыпты. Достар, қазір мен шомылып шықтым, сағат 9-дан 13 кетті, и мен қазір йогурт жеп алатын боламын. Қазір уже сағат 10:30 болды. Енді қазір ұйықтайтын уақыт болды, мен шашым кептіріп алдым. Осымен мен бүгіндік влогымнан бітті. Сіздерге ұнады деген ойдамын, сондықтан да егер де видео ұнаса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және менің каналыма кіргізуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздер комментарий бактускул деп жазсаңыздар, онда сіздерге бактускулдағы образдарымды және канцелярияларымды тезірек түсіретін боламын.